Сәлеметсіздер ме балалар? Қазақ тілі 3-4 сабақ. Бүгінгі сабақта біз 2 бөлімнің ұлттық киім асыл мұра тақырыбын өтетін боламыз. Балалар, сендерге ой түрткі сұрақ. Отбасыларында кімдер ұлттық киім киіп жүреді? Ұлттық киім атаулары қазақ тілінің сөздік қорын қандай сөздермен байытып жатыр? Ендеше балалар, бұл сұраққа сендер WhatsApp желісі арқылы жауап беретін боласыңдар. Сабағымыздың мақсатымен таныс болайық. Тірек сөздер мен ұсынылған иллюстрациялар арқылы тақырыпты ашуды үйренеміз. Және де берілген мәтінге сәйкес кіріспе, негізгі және қорытынды бөлімдерді қамтитын қарапайым жоспар құруды үйренетін боламыз. Ендеше балалар, бүгінгі сабағымыздың жаңа мәтінімен бірге таныс болайық. Ол үшін мәтінді бірге мәнерлеп оқиық. Қазақ халқының киімі басқа ұлттардан өзгеше, өзіндік қасиетке толы. Мұның себебі қазақ халқының табиғат құшағында өсіп, еркін ғұмыр кешуімен байланысты. Әлеуметтік дәрежесіне, сондай-ақ қандай да кәсіби салаға қатыстылығына қарай, қазақ халқы арасында хан, би, сұлтан, олар мұрақ, зерлі шапан киген, ал бақсы, сал-сері кісілер жарғақ шалбар, мауыты, жібек жейде киген. Ал жай ғана малшы, аңшы адамдарымыз шекпен, кебенек, сырттық, күләпара деген киімдерді киген болса, балуан батырларымыз жай ғана қаптама киімдерді киген екен. Әлеуметтік дәрежеге байланысты киімдер осындай топтарға бөлінеді. Ал жас ерекшелігіне қарай бала киімі, бозбала киімі, бойжеткен киімі, қалыңдық киімі, жас жігіт киімі, келіншек киімі, бәйбіше киімі, ақсақал киімдері болады. Олардың үлгілерінің әшекейі, тігілуі, кестеленуі әртүрлі болып келеді. Жасы ұлғайған адамның киімі денеге қонымды, кең, мол пішілген, әшекейі, жалтырауығы аз, қарапайым болады. Күйеу киімі ұзын төбе тымақ, қызыл манат шапан болып келеді екен. Ал балалар, бұл мәтінге жоспар құратын болсақ, біз ең бірінші мәтінде, яғни қазақ халқының киімінің ерекшелігі туралы білдік. Екінші, әлеуметтік дәрежеге байланысты қазақ халқының киімдері қалай бөлінетінін білдік. Және де жас ерекшеліктеріне қарай киімдердің топтастыруын түсіндік. Және жасы ұлғайған адамның киім ерекшелігі қандай болатынына жауап ала алдық дейік. Ендеше балалар, сендер білесіңдер ме? Қазақтың ұлттық киімдер күні бар екен. Ол күн 24 сәуір күні деп белгіленді. Ендеше қазақ ұлттық киім күніне байланысты арнайы видеоматериал көрейік. А знаете, где мы познакомились? В Баду. Жарнаманы өткізіп. Алматыда қазақтың ұлттық киімі күніне орай мерекелік іс-шара ұйымдастырылды. Бұл игі бастаманы жыл сайын сәуір айының соңғы жұма күніне өткізу шешімі қабылданған. 28 жылдық тарихы бар Арлан жете театры өнер көрсетті. Қазақтың ұлттық киімін киіп, бағзы замандағы батырлардың, қыздар мен аналардың образын көрсеткен бұл театр өнерпаздары өзгелерден ерекшеленіп, көзге бірден түсіп қала тұрғындарына ерекше көңіл күймен жігер сыйлады. Осы шараны бастағанымызға ұлттық киім күні 6 жыл болды. Ең маңызды сол маңыздысы біздің Қазақстанның әрбір ұлт өзі киімі бар, өзі дәстүрі бар. Сол ұмытпасын деп. Мен ойлап тұрмын, осы мейрам болсын, осы не болсын, жылда-жыл өтіп, кісілер қосылып, ертең бір үлкен фестиваль болады деп армандаймын. Атаулы күн отандық жеңіл өнеркәсіпті дамытуға, ұлттық көркем стильді
қалыптастыруға, туризм саласында да серпіліс беретіні белгілі. Жалпы ұлттық киімді киіп, оны сәнге айналдыруға ешкім қарсы емес. Ұлттық құндылықтарымызды жаңғыртуға қала тұрғындары да өз үлестерін қосуда. Мен Алматы қаласының тұрғынымын. Я жыл сайын ұлттық киім киіп, осындай мерекеге тойлатып шығамыз. Әрбір елде өзінің осындай мерекесі бар. Бір күн ұлттық киім киіп, ата-аналарына барады дәрістерде. Японияда да солай бар. Біздің Қазақстанда болғанына тоже қуаныштымын өте. Таңмен таласа тұрып, анасымен ұлттық киім күнін тамашалауға келген ең кішкентай көрермен Әлтайыр. 4 жастағы бала патриоттық шараға атсалысып, қазақи нақышта киініп алған. Ұлыма осы ұлттық дәстүрлерімізді дәріптеп, әртүрлі біздің киім-кешек костюмдарымызды көрсетейін деп, ерлер қалай киінген, жас қыздар қалай киінген, әжелеріміз қалай киінген, соны көрсін, білсін, танып, біліп жүрсін деп, өзімізше үлес қосайық деп осы мейрамға баламызды міне ұлттық киімге киіндіріп алып келдік. Ұйымдастырушылардың айтуынша, ұлттық киімді ұлықтайтын бұл күнді атап өтушілер саны жылдағыдан көп. Осындай іс-шаралар арқылы да халықтың рухани байлығы мен ел бірлігінің нығаюына үлес қосуға болады. Керемет ақпарат, балалар. Ендеше қазағымыздың ұлттық киім күнін есте сақтайық. Ол 24 сәуір күні деп аталады екен. Алматы қаламызда әр 24 сәуір күнінде Арбат көшесінде арнайы ұлттық киіммен хит-парад өткізіледі. Сол хит-парадты бірге көруді мен сендерге ұсынамын. Ендеше балалар, сен осы мәтінді талдау үшін арнайы тапсырманы орындайық. Ол үшін оқулықтағы 3-ші тапсырма. Көп нүктенің орнына қажетті сөздерді қойып жазамыз. Бірінші сұрақ. Әлеуметтік дәрежесіне қарай қазақта қандай киімдер болған? Ал балалар, мәтінді еске түсірейікші. Яғни әлеуметтік дәрежеге байланысты қазақ киімдер қалай бөлінетін еді? Бұл тапсырманы WhatsApp желісі арқылы орындаймыз. Келесі тапсырмадағы сұрақтарға WhatsApp желісі арқылы жауап береміз. Яғни малшы мен аңшы киімдерінде айырмашылық бар ма? Оны неден көруге болады? Сол туралы талдайтын боламыз. Үй тапсырмасына 28-29 беттегі мәтінді түсініп оқып, мазмұнын жазасыңдар. Ендеше балалар, талдау жасау үшін WhatsApp желісіне кері байланысқа өтейік.